Анау қазақта әдемі сөз бар екен, осыдан шыққан шығар, Алла біледі. Отан үшін отқа түс күймейсің дейді. Екінші бір сөз бар екен, қазақта 40 жыл қырғын болса да ажал күйген өледі. Міне иман, міне ақида. Біздің ата-бабаларымыз осының бәрін меңгерген. Кешегі Ұлы Отан соғысында да ең бірінші сапта біздің бабаларымыз жүрген. Бір өңірде бір ақсақал айтып берген еді маған. Бізді бірінші шепке қояды дейді. Сөйтіп жаңағы орекеңдер біздің артымызда тығылып жүреді дейді. Олардың есебі бойынша өлсе қазақ өлсін, бірақ біз тірі қалып кетейік. Біз енді қасқайып келе жатқан кезде олар бұғып артымызда тығылып келеді дейді Құдайдан. Құдайдың құдіреті дейді, қарсы жақтан оқ атылып дейді. Сөйтіп мына екі қабырғаның, екі шеміршек дейді ғой, екі қабырғаның ортасынан оқ аккуратный өткен ғой Құдайдан. Еш нәрсеге тигместен аккуратный өтті дейді да, менің артымда келе жатқан орекеңнің басы жарылып кетті дейді. Сол қайтыс болып кетті дейді. Міне ата-бабамыздың ақидасы 40 жыл қырғын болса да ажал келген ғана өледі. Міне ақида, міне сенім.